9 классынан бастап ішіп, мектепте жүргенмін. Үйдегілер ағылай бергенде ішіп кетемін. Олар өздерін алдайды, мен қазір 100 граммын ішемді тоқтаймын дейді. Сіз жайлы ақпараттың барлығы құпия сақталады. Сұхбат беруге келісім бергеніңізге көп рахмет. Енді небәрі 38 жастасыз. Тепсе темір үзетін жас. Неліктен осындай жолға түсіп, осы жерде емделіп жатырсыз? Мен өзім ішкім келіп тұрады сол. Ішіп кетемін сол, үйге келмеймін. Вообще. Далада жүрем 1 ай, 2 ай, 3 ай. Жұмыс істедіңіз бе? Қандай мамандық меңгердіңіз? Жұмыс вообще істеген жоқпын. Араққа тәуелділік қашан басталды? Мен 9 классынан бастап ішіп, мектепте жүргенмін. Сонда ата-анаңыз білмеді ма мектепте ішкен кезіңізде? Білді олар. Ұрысты айғалады, соғып қойды. Ал ақшаны қайдан табасыз? Қайырлы деді, ақша сұрап жүріп. Сонда сізде болашаққа жоспар жоқ, солай ма? Иә. Неге араққа тәуелді болып қалдым деп ойлайсыз? Не себеп, не түрткі болды деп ойлайсыз? Оқтайды, айғалайды, ұрсады. Ұруға дейін барды, папымды өзді. Мен. Біздің тұқымда жоқ, бұнда сен қаяқтан пайда болдың дейді, сонымен ішесің. Кімдермен ішесіз сонда? Үй жақта алқаштар көп қой, солармен ішемін. 1 стакан ішкеннен кейін шығып кетемін олармен бірге. Ішімдіктен бас тартсаңыз, әрі қарай қандай жоспарыңыз бар? Мен өзім қоя алмай жүрмін ғой, қойып кетсем болды. Қазір енді ешкім қол көтермейді маған. Папымды ете алмайды, папым өзім айғалып тастайды. Бір ашқа ол қолын жұмсайды. Четверг күн келіп кетті. Сөйлескісі келмейді, теріс айлантта кетіп қалды. Мен сөйлесейін деген кезде. Балаңызда осындай арақ құмар болып көше кезіп жүргенін қалайсыз ба? Жоқ. Енді сіз өзіңіз сондай тәрбие беріп жатсыз ғой. Өміріңізде қанша кітап оқыдыңыз? Қандай кітап оқыдыңыз? Ешқандай кітап оқымадыңыз. Мектепті қалай бітірдіңіз? 9-дан кейін оқыған жоқпын ғой мен. Осындай бұзық болғаннан кейін мектепте де шығар жүрді. Арманыңыз бар ма? Иә, осынан қалай құтылсам деп жүрмін ғой. Аман болыңыз, рахмет сізге. Ішімдік адам ағзасында нені зақымдайды? Енді біріншіден мынау орталық нерв жүйесін зақымдайды ғой. Ойлау қабілеті, сосын барып жүрек қан айналым жүйесін құртады, ас қорыту жүйесін құртады. Ішкен кезде мен осындай жатып ауырып қалам деп ішпейді ғой олар, түсініп отырсыз ба? Олар өздерін алдайды, мен қазір 100 граммын ішемді тоқтаймын дейді. Олар мынау 2-3 күн апталапқа кетіп қалған өздері сезбей қалады. Неге? Өйткені бұл ауру ғой, аурудың түрі ғой, түсініп отырсыз. Сондықтан жаңағы біздің де міндетіміз жаңа психолог, психотерапевт мамандардың жаңағы адамдардың сана сезім түйсігін ояту біздің мақсатымыз.